Күн жарық болсын ардақтағы ағайын, өздеріңізбен 15 сағат 00 минутта қасиетті жұмада қайта қауышқаныңызға қуаныштымыз. Эфирде сәтті күн бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Ағзия қыздарыңыз. Бүгін біздің қонақжай студиямыздың қонағы коммерциялық емес акционерлік қоғам Қарағанды медициналық университетінің кәсіби денсаулық клиникасының психолог, әлеуметтік қызметкері Зулхарнаева Манара Дінмұхаметовна. Қош келдіңіз. Қайырлы күн, құрметті көрермендеріміз, қайырлы күн, құрметті тыңдармандарымыз. Қазіргі таңда бүкіл әлем бойынша әлі күнге дейін ең өзекті мәселелердің бірі болып отырған коронавирусты инфекция COVID-19. Дәл солай, коронавирустық инфекцияға байланысты 2020 жылы 11 наурызда Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы бүкіл әлемдік пандемия жариялаған белгілі. Бұл ауыртпалық кезеңдерді Қазақстан ғана емес, бүкіл әлем бастан өткерді. Тіпті біздің өңіріміздің аймаққа енгеннің өзіне осы бір аптадай ғана болып қалды, қателеспесем. Осы орайда бүгінгі эфирімізде біз осы коронавирустық инфекцияға қарсы вакцина туралы, әсіресе оған қалай психологиялық дайындық жүргізу керектігін айтатын боламыз. Сондықтан бір сағат көлемінде бізбен бір арнада бір толқында бірге болыңыздар дейміз. Жаңа айтып өткендей, коронавирустық инфекция өте жылдам таралады деп жатырмыз. Осы орайда сол вирустың жұқпалығын азайту үшін, одан қорғану үшін қандай шаралар, жұмыстар атқарылу керек? Коронавирусты инфекциядан қорғану, алдын алу, тоқтату мақсатында бірнеше әдіс тәсілдер бар. Оның арасындағы арнайы және арнайы емес әдіс тәсілдер болады. Соның арасындағы ең қолайлы, ең тиімді және нәтижелі арнайы әдіс тәсіліміз ол вакцина профилактика. Бүгінгі біздің айта кететін ең басты тақырыбымыз ол психология тұрғысынан коронавирусты инфекцияға қарсы вакцина жасамас бұрын қандай кедергілер кездеседі. Коронавирусты инфекция тыныс алу жолдарының қабынуымен, интоксикациямен сипатталатын жедел инфекциялық вирустық ауру. Коронавирустың таралу жолы өте ыңғайлы, жеңіл, ауа арқылы, тұрмыстық қарым-қатынаста, адамдар бірін-бірімен тығыз қарым-қатынаста болған кезде, жеке гигиенаны сақтамаған кезде, адамдар тыныс алу жолдары арқылы өте тез таралады. Сонымен қоса ыстық пен суыққа төзімді, жылулық пен ылғалдылықты жақсы көретін, өте бір өмірге деген құштарлығы жоғары инфекция деп айтсақ та болады. Соған байланысты коронавирусты инфекциядан қорғану, алдын алу, тоқтату мақсатында арнайы және арнайы емес әдіс тәсілдер бар. Арнайы емес тәсілдеріміз ол жеке гигиенаны сақтау, оның ішіндегі қолымызды таза ұстау, кір қолымызбен көзімізді, мұрнымызды, аузымызды ұстамау, жөтелген кезде, түшкірген кезде міндетті түрде аузымызды орамалмен жауып, орамал болмаған сәтте қолымызбен мықтап жауып, түшкіру және жөтелу. Бетпердені тағып жүру. Бетпердені тағудың да өзі дұрыс және қате түрлері де бар деп айтсақ болады. Осы орайда айта кетсеңіз, енді бізде көбісі бетпердені 2 күн, 3 күн тіпті апталап тағып жататындар да кездер болады. Осы туралы айта кетсеңіз, оның зияны қандай деген сияқты. Бетпердені таққан кезде ең бастысы біз білуіміз керек. Тыныс алу жолдарын толықтай жабу керек. Біз тек қана аузымызбен егімізді жауып қана қоймай, толықтай мұрнымызды, аузымызды, барлық тыныс алу жолдарын жауып, және де сонымен қоса бетпердеміздің таза, құрғақ болғанын қадағалауымыз керек. Демек, неше сағат сайын ауыстыруы керек? Әр 3 сағат сайын өзіміз қадағалау бойынша 3 сағатта көреміз бетпердеміз ластанып кеткенін. Соны қолымызбен бір ұстағаннан кейін оны жақсылап тұрып орап, қоқысқа тастап, жаңа бетпердемізді алып кигеніміз жөн. Келесі арақашықтығымызды сақтау, көпшілік жүретін жерлерде жиналмау, және де тағы айта кететініміз респираторлық аурулары бар адамдармен көп сөйлеспеу. Соның бәрін қадағалап жүрсек, жеке гигиенамызды сақтап жүрсек, коронавирусты инфекцияны тоқтатуға және де оны алдын алуға сондай бір әдістер бар. Сонымен қоса арнайы әдісіміз ол вакцина профилактика. Енді осы вакцина профилактика туралы президент 1 ақпаннан бастап халықты жаппай вакцинациялауға тапсырма берген болатын. Осы орайда психологиялық тұрғыда коронавирусқа қарсы вакцинация жасамас бұрын адамда психологиялық тұрғыда қандай кедергілер кездеседі? Осы туралы айта кетсеңіз. Психология тұрғысынан коронавирусты инфекцияға қарсы вакцинация жасамас бұрын көптеген кедергілер қазір бар екенін көріп жатырмыз. Оның арасындағы үрей, қорқыныш, вакцина жасағаннан кейін мен денсаулығым одан сайын ушығып кете ме екен деген
деген сияқты қорқыныштар пайда болып жатыр. Сол қорқыныштардан ең бастысы бізге арылу үшін ең біріншісі ең бастысы дәлелденген ақпаратпен ақпараттандырылуымыз керек. Бұл ақпаратты біз қайдан аламыз? Бұл бізді дәрігерге баруға, және де дәрігерге жазылғаннан кейін одан ары инфекционистқа жазылып, дәрігермен кеңесіп алғаннан кейін біраз ақпараттандырылып аламыз. Және де осымен қоса ғаламтор желісінде көптеген қорқынышты немесе шындыққа жанаспайтын вирусқа қарсы негативті көптеген суреттер, видео форматты күлкілі қылдырып жасаған негативті суреттердің көп болғанын байқап отырмыз. Соларды көргеннен гөрі дұрыс ақпараттарды оқып, жинап, вакцина не туралы екенін біліп, вакцинаның құрамына не кіреді, вакцина алғаннан кейін мен денсаулығым одан сайын нығая ма, коронавирусқа қарсы төтеп бере ма деген сияқты сұрақтардың бәрін дәрігерге келіп, қойып, толықтай ақпараттандырылғаннан кейін ғана вакцинаға алам ба, алмайым ба деген шешім қабылдау керек. 15 сағат 16 минутта Қарағанды қаласынан хабар таратып отырмыз. Құрметті көрермен тыңдарман, эфирде сәтті күн бағдарламасы. Шәкәрім атамыз сөзіңді түзе, әдетің айналады, әдетің мінезің айналады, мінезің сенің тағдырың деген екен. Демек, ойың сөзіңе, сөзің өзің айналмақ. Осы орайда вакцинаға қарсы түрлі қауесет сөздерге сеніп, вакцина алудан қорқып жататын кездеріміз болады. Сондықтан осы бір вакцина алдында психологиялық тұрғыда дайындық барысын әңгіме ету барысында біздің бүгінгі студиямыздың қонағы коммерциялық емес акционерлік қоғам Қарағанды медициналық университетінің кәсіби денсаулық клиникасының психолог, әлеуметтік қызметкері Зулхарнаева Манара Дунмухаметовнамен сұхбат жүргізіп жатқан жайымыз бар. Осы орайда вакцина жайлы жалпы түсінік беріп өтсеңіз, вакцина деген не? Вакцина және вакцина профилактика негізін қалаушысы Луи Пастер. Вакцинациялау адам ағзасына вакцина немесе арнайы тәсілмен дайындалған антигендік қасиеті бар заттарды енгізу, белгілі бір жұқпалы аурудан алдын ала сақтандыру үшін қолданылатын әдіс болып табылады. Вакцинациялау жұқпалы ауруларға қарсы қазір медицинаға белгілі, ең тиімді, ең нәтижелі, экономикалық тұрғыдан да тиімді қорғаныс болып табылады. Көпшілікке вакцина жасау арқылы көптеген жұқпалы аурудың алдын аламыз. Атап айтсақ, өзіміз білеміз. Осы күнге дейін біз қорғанып жүрген, вакцина арқылы қорғанып жүрген аурулар бар. Олар туберкулез, қызылша, қызамық, дифтерия, полиомиелит сияқты жұқпалы аурулардың таралуын тежеп отыр. Себебі бұл аурулардың емдеудің тиімді дәрі-дәрмектері жоқ. Сол себепті алдын ала вакцинация жасап, осы ауруларды алдын алып отырмыз. Яғни қандай да бір ауруды емдеп жазу емес, бұл жай ғана аурудың алдын алу мақсатында салынатын екпе. Ойлап қарасақ, енді біз бала күнімізден тіпті дүние есігін ашқаннан бері, жаңа сіз айтып өткендей, көптеген ауруларға қарсы вакцина алып жүрміз, оны мектеп кезінде болсын, университет қабырғасында болсын. Сондықтан коронавирусқа қарсы вакцинадан да еш қорқудың қажеті жоқ дейміз. Құрметті көрермен тыңдарман, қонағымызға сауалдарыңыз болса жолдай отырыңыздар. 8700-111-89-46 нөмірінде WhatsApp желісі өздерің үшін жұмыс жасайды. Не болмаса 911-111 деген алсанды терсеңіз болғаны, біздің тікелей толқынға қосылып, қонағымызға сауалыңызды өз даусыңызбен қоя аласыз. Бастысы Қарағанды қаласының абоненттік коды 87212 екендігін ұмытпағайсыздар дегіміз келеді. Сонымен қатар бізді 101 толқында тыңдап қана қоймай, YouTube желісінде Новое телевидение лайв деп жазсаңыздар, бізді тікелей эфирде көре де аласыздар. Сондықтан бір арнада, бір толқында бізбен бірге болыңыздар дейміз. Бүгінгі біздің студиямыздың қонағы коммерциялық емес акционерлік қоғам Қарағанды медициналық университетінің кәсіби денсаулық клиникасының психологы және әлеуметтік қызметкері Зулхарнаева Манара Дунмухаметовна. Сондықтан коронавирусқа қарсы вакцина салдыруға жүрексініп жүрген болсаңыздар, сауалдарыңызды қонағымызға жолдаңыздар дейміз. Ал дәл қазір бізде шағын ақпараттық үзіліс, бізден алыстамаңыздар.
Жаңа FM толқынымен новое телевидение арнасында сәтті күн бағдарламасы құрметті көрермен тыңдарман. Күндеріңіз сәтті өтсін деген тілекпен эфирімізді жалғастырамыз. Және бүгінгі біздің студиямыздың қонағы коммерциялық емес акционерлік қоғам Қарағанды медициналық университетінің кәсіби денсаулық клиникасының психологы, әлеуметтік қызметкері Зулхарнаева Манара Дунмухаметовна. Бүгінгі эфиріміз жалпы вакцинацияға қалай психологиялық түрде дайындық жасау керек туралы айтып жатқан болатын. Осы орайда вакцина алмас бұрын қандай психологиялық дайындық керек, нені білу қажет? Ең бірінші біздің білетін нәрсеміз ол вакцинациялау, ол аумақты процесс екенін біліп жүруіміз керек. Вакцина алмас бұрын ақпаратты толықтай біліп алып, ақпараттандырылып алып, содан барып қана шешім қабылдауымыз керек. Одан кейін пациент дәрігерге барып тексерілу керек. Ең алдымен дәрігер пациентті тексереді, оған зертханалық талдаулар жүргізеді. Мысалы, вакцина салдыру кезінде науқаста өршіп кеткен, асқынған, созылмалы қандай да бір аурулары болмау керек. Егер бар болса, соның бәрін дәрігер көріп, вакцина салу керек па, салмау керек па деген сияқты шешім қабылдайды. Сондай-ақ дене қызуының жоғарылауы болмау керек, әлсіздік болмау керек. Және де сонымен қоса вакцина жүкті әйелге, және де еметін баласы бар әйелдерге, 18 жасқа толмаған балаларға салынбайды. Бұл өте маңызды. Себебі созылмалы ауру бар адамға вакцина салынса, онда адамның иммунитеті төмендеуіне әкелу мүмкін. Сондықтан дәрігер жинақтаған талдаулар нәтижесін көргеннен кейін ғана пациентті вакцина алу бөлмесіне жібереді. Сонымен қоса пациент вакцина алу бөлмесіне барарда дайындалып келу керек, алдын ала өзін тексеру керек, дене қызуы бар ма, жоқ па, өзін әлсіздік бар ма екен, жоқ па екен, бәрін толықтай тексеріп, өз-өзіне сенімді болып барады да, бір есіктен кіріп, екінші есіктен шығып, вакцина алғаннан кейін сағат отырып, екінші есіктен шығып кетеді, бәрі дұрыс болса. Сонымен қоса вакцинадан кейін адам сақтану керек, біраз уақыт бойы үйде отыру керек, жылыда, жақсы, ешқандай бір жұмыс, стресс, немесе ауыр көтеріп, сондай бір ауыр жұмыстармен айналысуға болмайды, суықта жүруге болмайды. Сонымен қоса вакцина жасағаннан кейін қолдың ісіну болуы мүмкін, сонымен ыстықтың көтерілуі мүмкін, және де әлсіздік болуы мүмкін. Одан қорқуға болмайды. Адам ағзасында иммунитетін нығайтатын жаңағы антиденелер түзіліп жатады. Сондықтан адамда қызу көтерілуі мүмкін. Содан қорықпай, дайын болып, қызу көтерілген сәтте жылы шай ішіп, ыстықтай су ішіп, өз-өзін қорғап, қорықпай, жылы жерде отыру керек. Бәрекелді, жауабыңызға көп рахмет дейміз. Және расымен де жаңағы вакцина алудан қорқып жатады, неге десе ауырып қалам ба деп, қолым көтермей қалады, қол салмай қалады, немесе ыстығым көтеріледі деп қорқып жататын енді адамдар болып жатады, шыны керек. Сондықтан осындай үрей бойыңызда болса, хабарласып, біздің психолог маманға сауалдарыңызды қойыласыздар. 8-700-111-89-46 нөмірінде WhatsApp желісінде хаттарыңыз күтеміз. Не болмаса 8-12-911-111 нөмірінде біздің сиқырлық телефонымыз, өздеріңіздің қоңырауларыңыз күтетін болады. Ал дәл қазір тағы бір әуезден өз кезегін күттір екен, бірге тыңдайық. Күндеріңіз сәтті өтсін деген тілекпен эфирімізді жалғастырамыз, құрметті көрермен тыңдарман. Бүгінгі біздің студиямыздың қонағы коммерциялық емес акционерлік қоғам Қарағанды медициналық университетінің кәсіби денсаулық клиникасының психологы және әлеуметтік қызметкері Зулхарнаева Манара Дунмухаметовна. Енді осы күз мезгілінде жалпы маусымдық өзгерістер кез келген адамның бойында әлсіздікті сезінуіне, ұйқы басуына, енжарлыққа, тіпті суық тиюге алып келеді. Оған қоса осы уақытта түрлі созылмалы аурулар да асқынады. Қазіргі таңда коронавирус деп жатырмыз. Пандемия жағдайында түрлі вирустар, тіпті бактерияларға қарсы тұру үшін иммундық жүйе жақсы болу қажет деп жатамыз. Нақтырақ айтқанда, жалпы иммунитетті қалай дамытуға болады екен? Иммунитетті нығайтудың бірнеше тәсілдері бар. Оның бірден бір жолы құнарлы ас ішу, күнделікті тамақ рационында түрлі дәруменге бай ет өнімдері, жеміс жидектер, көкөністер міндетті түрде
болу керек. Мысалы ақуыз бен көмір суға бай тағамдар адам организміндегі жасушалардың жұмысын жақсартады, ал балық өнімдері ағзаның қорғаныш қабілетін одан сайын арттырады. Сондай-ақ теңіз орам жапырақтарын да жеген денсаулыққа өте пайдалы. Бір айта кетерлі, адам ағзасында фолий қышқылы, темір, витаминдер жетіспеушілігі иммунитетті әлсіретеді. Сонымен қоса дұрыс ұйықтау режимін сақтау, күнде гимнастика, дене шынықтырумен айналысу, тамақ ішу режимін сақтап жүру бізге өте маңызды. Дәл солай. Құрметті көрермен тыңдарман, хаттарыңызды, сауалдарыңызды жолдаңыздар. 87-111-89-46 нөмірінде WhatsApp желісі өздеріңіз жұмыс жасайды. Ал дәл қазір тағы бір әуезді әнге кезек берсек, бірге тыңдайық, бізден алыстамаңыздар. Кеншілер Астанасы Қарағандыда күндізгі сағат 15:46-ны көрсетіп тұр. Құрметті көрермен тыңдарман, сәтті күн бағдарламасы өзінің соңғы шығарылымына да келіп жетті. Бүгін біздің қонақжай студиямыздың қонағы коммерциялық емес акционерлік қоғамы Қарағанды мемлекеттік университетінің кәсіби денсаулық клиникасының психологы және әлеуметтік қызметкері Зулхарнаева Манара Дулмухамедовна. Бүгінгі алтын уақытыңызды бөліп біздің студиямызға қонақ болғаныңызға үлкен алғысымызды білдіреміз. Шақырғандарыңызға көп рахмет, бірақ сөздің аяқтайын деп едім, соңында оқып жіберейін. Мен барлық азаматтарымызды вакцина салдыруға шақырамын. Бұл өзіңізді, ата-аналарыңыз бен жақындарыңызды қорғау үшін қажет. Әрі беріден соң бұл біздің азаматтық парызымыз, деді Қасым-Жомарт Тоқаев. Қазақстан халқын вакцина салу мәселесіне жауапкершілікпен қарап, түрлі қауесеттерге сенбеуге шақырды. Шақырғандарыңызға көп рахмет. Жаңа FM радиосын тыңдап, новое телевидение арнасын тамашалаңыздар. Бәрекелді. Көп алғысымызды білдіреміз. Құрметті көрермен тыңдарман, дәл 12 минут үзілістен кейін өздеріңіздің сүйікті бағдарламаларыңыз жүректен жүрекке құттықтау сазды бағдарламасында қайта қауышатын боламыз. Сондықтан бізден алыстамаңыздар.